Қайырлы күн, оқушылар. Бүгінгі дүниежүзі тарихының кезекті сұрағы 1970-80 жылдары КСРО орта қашықтықтағы зымырандарын орналастырған аймақ деп сұралған екен. Бұл жерде дұрыс жауап әрине А варианты болады, Шығыс Еуропа. Оны сіздер дүниежүзі тарихы 9-шы сыныптың 186-шы бетінен таба аласыздар. Бұл кітап ескі баспа болып табылады. 2012 жылы жарыққа шыққан Алматы кітап баспасының Атамұра баспасында да бар. Соның 30-шы парағында бізде берілген, қарасаңыздар, 1970-80 жылдардағы халықаралық қатынастардың дамуы және аймақтық жанжалдардың өршуі дейді. Еуропа, жалпы мына жерде тұр. Шығыс Еуропа елдерінде орта қашықтықтағы зымырандарын орналастыру арқылы КСРО-ның Еуропа халықтарын үрейлендіру әрекеті НАТО-ның қарсылығын туғызды дейді. 1970-80 жылдары деген бұл бізде КСРО мен ақш-тың арасында қырғи қабақ соғысы болып жатқан уақыт, яғни ғылыми-техникалық революцияның дамыған заманы, бізде атомдық бомбалар, соның ішінде зымырандардың көбірек шығарылып жатқан уақыты. Дәл сол зымырандарды бізде Шығыс Еуропа елдерінде орналастырылған екен. Бұл парақты сіздерге толық оқып шыққан дұрыс, өйткені бұл жерде бұдан да басқа көптеген ақпараттар берілген. Дәл осы сұрақ келмесе де, осы сұрақтың төңірегіндегі осы тақырыптағы сұрақтар міндетті түрде келеді. Сол себепті қажетті жерлерін жазып аламыз, конспектлеп жаттап жүреміз.